Сәлем балақайлар. Бүгін мен сендерге жаңылтпаштар оқып беретін боламын. Мұқият жаттап алыңдар. Және де менімен бірге қайталаңдар. Шуақтаған ботамды шуға апарып шуладым. Шудалаған шудасын суға салдым. Судан алдым, суға малдым. Ай, Айдарбай, иір-мүйіз сиырды үйіңе айдай бар. Суда сен келеді, 8 серке тең келеді. Суға сақалын мала сілке, суға сақалын мала сілке. Қара майлы қарағайды кесейін бе, кеспейін бе? Қазықтағы қара тайды шешейін бе, шешпейін бе? Ақ тайыншаның қатығын аппағыма беремін. Аппағымның атын тез айтқаныңа беремін. Сылдырмақ сылдырлады, сәби былдырлады. Сылдырмақ сылдырласа, сәби былдырлай ма? Сылдырмақты сындырмай ма? Жоғалды 5 шыбыш, жоқ әлі еш сыбыс. Жоқ әлі еш сыбыс, жоғалды 5 шыбыш. Көбейсін ат ұстар, болмасын атыстар. Болса мол атыстар, қалмайды ат ұстар. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім. Неше кіші ішік піштім? Ала бие құлындады, қара бие құлындамады. Әжем соны ырымдады, атам оны ырымдамады. Шеңгел, шеңгелге енгенде, шеңгелде сенгелгенде, еріншек ерден бе? Тысытым көрікті, үкілі 3 бөрікті, үлестір деп беріпті. Ұшы үшкір ұшқыр 3 жебе алдым, үшеуі де үшкір ұшқыр деп алдым. Тас тасбақа, асты үстінде тас тапа, келсін қасқа асқа ата, берші бата досқа ата. Шырша сыпырғыштың ұшы шырпылсыншы, барша сыпырғыштың ұшы қырқылсыншы. Жақсы атты әп-сәтте асқаттар, ақсатты. Ақсақты, тоқсақты жазалмай басқатты. Ақсатса жақсатты, кім болар жақсатты? Алма базарда алма алмалар ма? Ақ алма алар ма? Әлде алары анар ма? 3 ұшқыш алды, 3 кірқысқыш. 3 тісісқыш, кірқысқыш қымбат па? Тісісқыш қымбат па? Балам бағар бала марал, ала марал қорада, ағалар далаға ала барар. Шапшаң шапсаң бір құрайды ақшаң. Ақшамда жаққаның көкшамба, ақшамба, мейлің қайсысын жақсаңда. Жұлып ем дөң басында долананы, долананың домалаға дөңнен төмен домалады. Жамал алма алмай алмайды, талға мал байлайды. Дос қос ұстаз қостан шықты. Сан шаң сорғышқа шаң сорғыздым. Шалғышы шалғында шалғысын шыққа шылады, шалғысын шалғышы шалғында шаққа шылады. Тысытым көрікті, үкілі 3 бөрікті, үлестір деп беріпті. Ол да шылбыр есті, мен де шылбыр естім. Ол шылбырды сылбыр есті. Мен шылбырды ылдым жылдым естім. Тысытым көрікті, үкілі 3 бөрікті, үлестір деп беріпті. Қырда 2 кекілік жетіліп келеді, 2 кекілік секіріп кекіріп келеді. Томағаланған 4 бүркіт қолда, томағаланбаған 4 бүркіт торда. Қанша бүркіт болады сонда? Құла құланнан туған құла құлын құнан құланнан, туған құла құлынның құлағынан да келмейді. Міне балақайлар, бүгін мен сендермен жаңылтпаштар оқыдым. Менімен бірге қайталап, тілдеріңді әбден жаттықтырсаңдар болады. 1 жасар нәрестенің тілдік қорында 7-10 сөз ғана болады.
2 жасқа толғанда 100-ден 200-ге дейін артады. 3 жаста бала 1,5-2 мыңнан аса сөз меңгереді. 4 жасында 2-3 мың сөзді іркілмей сөйлеу қажет. 5 жасқа аяқ басқанда бала тілі ширап, қысқа ертегілерді, әңгімелерді баяндай алатын болуы керек. Және де жаңылтпаштың табиғаты қиын болғандықтан бала оны өз еркімен оқығысы келмейді. Сондықтан ата-аналар балдырғанмен бірге жаттықса оңай болады. Сөйлемді ақырын оқып, әр әріпті анық айтқан жөн. Мінекей, жаңылтпашты ата-аналарыңмен бірге тыңдап және қайталасаңдар, міндетті түрде сендердің тілдерің анық және де өте әдемі сөйлейтін боласыңдар. Ал балақайлар, қош сау болыңдар.